Өлгендер туралы әрине тек жақсы сөз айту керек. Оны білеміз. Бірақ енді кейде айту керек нәрселер бар. Әбділда Тәжібаев қазақтың көрнекті ақыны. Сөз жоқ. Таланты биік, арнасы кең, мықты ақын. Совет заманында ғылым докторы, профессор, академик те атанды. Халық жазушысы деген құрметті атақты иеленді. Әбділда Бауыржан Момышұлы екеуі 1927 жылы Шымкенттегі педтехникумды тәмамдаған. Екеуінің ұстазы алаш қайраткері, атақты жазушы Жүсіпбек Аймауытұлы болатын. Екі сыныптас екі түрлі жолды таңдапты. Бірі алашшыл, екіншісі коммунистшіл. Әбділда 1936-1939 жылдары НКВД-ның өкілі ретінде белсенді жұмыс істеп, алдындағы ағалармен тартысып, жолына, шығармашылығына бөгет болғандарына ноқай көрсетіп, тісін батырған. Марқұм әбекең талай жақсыны НКВД-ның тирына байлап берген. Сондағысы өлең әлемінде оның талантына басқаның көлеңкесін түсірмеу болмашы нәрсе. Өкпеге қисақта өлімге қимайтын ек. Әбділда деген інінің таяғын жеп түрмеге жабылғанда Мағжан Жұмабай былай деп айтқанды: жақсыларға жанасып, жүз құбылып күніне, жетерсің әлі сен ақсақ талайлардың түбіне. Мен келермін оралып, күндердің бір күнінде, сен өлерсің жүзі қара, қор боп түптің түбінде. Шындық қашанда ашшы, ақиқат кешігіп жетті. Мағжан ақталды. Ильяс Жансүгірұлының Әбділда туралы өлеңі бар. Ол мүлде сұмдық. Мағжанды Ильяспен қатар 1957-58 жылдар ақтауға болар еді. Тек Әбділда қарсы шығып, комиссияны таратқанды. 1960 жылы да ақтатпады. Ең алдымен ақынның бәйбішесі Сара қайтыс болды. Сосын Әбділда ақынның өзі бейнетпен өткерді өмірінің соңғы күндерін. Мағжан 1989 жылы ақталған жылы ақынның кітабына арнайы алғы сөз жазуды қалап, рухынан кешірім сұраған. Өмірінің соңғы жылдарында Қазақ әдебиеті газетіне өз қателігін мойындап, халыққа шындығын айтып кеткенді. Бірақ Мағжанның жесірі Зылиха Әбділдаға қарсы еді. Зылихана Мағжанды сатқандарды біліп, бәріне қабағын түйіп кеткен. Бұл жазбадан тәлім алуымыз керек. Қазаққа пайдасын тигізем деген азаматтың балағына жабысып, жолын кеспей, бірігіп, ұлтқа адал қызмет етуді ойлайық. Бүгінгі таңда да сатқын көп. Адамның жанына жара салып, жолын кесетіндер баршылық. Сондайлардың сойынан болмайық ағайын. Ұлтым деген азаматтарды қолдайық, қорғайық. Тарих керек адамын өзі ақтап алады. Қазір кім ұлтқа, кім қарабасының қамы үшін қызмет жасап жүр, оны болашақ айта жатар. Ақпарат Елдос Алаштың Инстаграм парақшасынан алынды.